Келесі. Айдос. Назерге. Езуіңнен күлкі кетесің. Аяулы. Басталады. Ералы айтам. Бүгін ұрыдан болған. Жоқ. Өзіңіздің есіміңіздің соңынан басталатын айтып қойыңыз. Одан басталады. Ералы. Одан басталады. Әрқашан ынтымақта болсын. Аяу. Алла. Жансая? Ярым. Бір затпен байланыстырсақ та болады. Жарайды, келесі. Жарас, сынан басталатын. Анелия айтамыз. Мадам басталатын дауысыңызды қатты шығарайық. Сабина, Аружан, мынадан басталатын. Намысты болды. Және маған айта қойыңыз. Мынадан басталатын. Жарайды, қинамай қойып, олай болса, қазір топтарға бөлек қазір. Сол топтар бөлінген бойынша сұрақ аласыздар. Қай сан түссе, сол сан бойынша бірінші топ осында, екінші топ осында, үшінші топ анда барасыздар. Тез-тез орныңызға отыра беріңіз. Апай өзім алайыншы мен. Тез-тез орныңызға отыра беріңіз. Сұрақты жауап бергендеріңізді өздеріңізге жазып алыңыздар. Сол бойынша сіздерге ұпай жазылады. Және егер сабақтың соңында сол ұпайларды жинап, жеңімпазды анықтаймыз. Сұрақ бірінші топқа айтылуы кім болып келеді? Бірінші топ жауап берсін. Енді екінші сұрақ. Өздеріңізге жазып алыңыздар. Осы сұраққа жауап беріңіздер. Енді екінші сұрақ екінші топқа. Ақыл поэмасында қандай мәселелерді көтерді? Бәйтерек поэмасы. Тәуелсіздікке дейінгі және тәуелсіздіктен кейінгі өмірлер туралы. Жақсы. Енді осыны жазып алыңыздар. Өздеріңізге ұпайларыңызда үшінші топ. Бәйтерек деген сөздің мағынасы қалай түсінесіздер? Бәйтерек. Басқа топ қайсылары шығады? Бәйтерек деген сөздің Алып ағаш. Қазақстанның символы десе де болады. Дұрыс. Осы ұпайды өздеріңізге жазып алыңыздар. Келесі сұрақ үшінші топқа қайта жауап бермеді ғой. Аттың стилі басқа аттың стильдерімен несімен ерекшеленеді? Айта беріңіз. Мысалы, Екі алып сюжетті қамтыған поэмалардың бірі. сонымен қатар Ішінде өзінің ішіндегі жан дүниесін білдіру арқылы ашу заңды соншалықты көрсете алады. әр ақынның өзінің қолтаңбасы бар ғой. Мысалы, бір ақынды осындай түсімен оны біле аламыз. Осы ақын, мысалы, Абай атамызды, ол кісіде Абай атамызда сөздердің, өлеңдердің арасында, мысалы, қара сөздерін алатын болсақ, ол жерде араб сөздері көбінесе кездеседі. Арабша. Абай атамыз көбінесе дінді қолданған адам. Сондықтан ол кісіде діни тұрғыдан арабша сөздер кездеседі. Сондықтан оны біз Абай атамыз екенін бірден танимыз. Өлеңдердің қара сөздерін оқыған кезде, оны надандыққа, тәрбиелікке, адамды баулиды, иә. Сондықтан оны Абай атамыздың сөздері екенін аңғара аламыз. Енді келесі сұраққа көшейік. Сіздерге мына жерге көмек ретінде берілген осы бойынша сұраққа жауап берейік. Бірінші топ 1920 жылы 22 қыркүйекте ақынның қандай өмірлік жолы болды?
журналистика факультетін бітірген екен. Ал 1974-84 жылғы қызметі қандай болды? Абай өзің айтып бол. Бірінші, екінші топ жауап беріп жатыр, үшінші топ белсендірек болайық. Дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс екен, балдырған журнал поэмасы бөлімінде меңгеруші және жалын басқасында редактор болыпты. Ал 1984-94 дұрыс жауабын көрейік. Қазақстан жазушылар одағында әдеби директоры болды. жоқ. Келесі сұрақ. Келесі 1995-96 жылы топ жауап бердіңіз бе? Дұрыс. Өздеріңізге ұпайды бірдей жауап беріп жатсыздар, негізі өздеріңізге ұпайды жазып отырыңыздар. 1997-2001 жылы Поэзия бөлімінің меңгерушісі болып қызмет істеді. дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс. Сонымен енді келесі сұрақ шығармалары қандай? Ең алғашқы шығармасы Үшінші топ. Тағы қандай шығармасы бар? Иә, дұрыс. Дұрыс жауабы. Осылай. Енді марапаттауларны. Қандай марапаттармен? Марапаттаулар өзінің шығармалары үшін. Өткен сабақта айттық, иә? Мұхтар Әуезов 100 жылдығында марапатталған. Мұқағали желтоқсанға. Қазақстан орденінің иегері, иә? Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері сонымен қатар, иә? Енді дұрыс жауабын көрейік. Келесі. Сіздерге бірінші тапсырма. Елбасының бейнесін жасайсыздар және бәйтеректі тақырып етіп алдағы ақынның мақсатын және қазақ халқының өткен өмірі поэмада қалай көрініс тапқанын жазасыздар. Қазір мен сіздерге парақшаны беріп сөзбен сіздің алған кездегі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты жазылды ғой, бәйтерек поэмасында. Сол кісіні жазасыздар. Сызба осындай кісі, біздің басшы, осындай басшы деген секілді сызба арқылы көрсетесіздер. Сөйтіп топпен шығып қорғайсыздар. Және де біздің Қазақстан халқымызды басқа мемлекеттерге ұлттық оятып, мемлекеттің дамуына жаңғыртты. ядрик қалай өзінің Қазақстанның жаңғырту назарына керемет үлес қосты. және ядрик Қазақстанды көп өзгертіп, Қазақстанда жаңа заңнамалар шығарды. Енді келесі сұраққа жауап берейік. Бәйтеректі тақырып етіп алудағы ақынның мақсаты және қазақ халқының өткен өмірі поэмада қалай көрініс тапқан? ол кезде қазақ халқының тәуелсіз болғанын қалай тәуелсіз болғанын қалай қазақстанның атын шығарып жазылған және де тарихи маңызы бар. Тарихи маңызы бар, иә. Себебі біз бәйтеректі есімізге алсақ, ең бірінші біздің есімізге бәйтерек Қазақстанның символы болғандықтан бұл ең басты тақырып. Отыра қойыңыздар. Қос құлақтап қояйық. Бірінші топ белсенді. Екінші топ. Екінші топ тізбесі. Бірінші елбасы бейнесі. Елге көптеген еңбек сіңірген Елге көп еңбек сіңірген қоғам қайраткері, Қазақстанның қазіргі жетістігіне себепкер, жүрегі қазақ деп соғатын патриот, Қазақстанның тұңғыш президенті, жаһанданудың басты себепкері, қазақ даланың әрбір жерін көрнеккен адам. Енді келесі сұрақ бойынша бәйтеректі тақырып етіп алудағы ақынның мақсаты. Бәйтеректі тақырып етіп алудағы ақынның мақсаты бұл тәуелсіздікке дейінгі және тәуелсіздіктен кейінгі өмірді алға мақсат алу ретінде қазіргі жастарға бізге
болғанын қалаған. Және де сол кездегі қазақ батырларының Томирис деген патшайым хандардың қаншалықты өздеріне деген жақсылық жасағандарын еске алып, өздерін мұнайып сөйтіп жүрген. Керемет, жарайсыздар. Үшінші топ. Я вообще это все писала, если не знала. Здесь. Оқисаңыздар. Үшінші топ жауап береді, тыңдайсыз. Елбасының бейнесі. Елбасы жоғарғы орын алған мемлекеттік тұлға. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Рамазан айының басталуымен құттықтауы. Нұрсұлтан Назарбаевтың әкесі Әбіш негізгі бидің ұрпағы қазақ, орыс және басқа тілдерінің жалпы білген. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Бірінші, екінші топ белсенді болып жатыр, үшінші топта тезірек іс-әрекет етіп көшейік. Екінші тапсырма. Поэмадағы қазақ халқының өткен тарихын бүгінгі заман бен диаграммасы арқылы салыстырыңыз. Жаңа берген парақтың соған жазыңыз. Екінші топ тыңдаймыз, ол бетін тыңдаймыз. Екінші топ ол бетін тыңдаймыз. Тез. Орнымызда тұрамыз. Ақша болғанмен тағдыр өте аз болды және адамдар еркін бола алмады, еркін сөйлей алмады өз тілінде. Өз еліміздің қара жұмыс істедік, тәуелсіздік алу үшін адамдар қатты қиналды. Бүгінгі тарих көптеген заттар қолжетімді, тәуелсіз еліміз қазіргі кезде білім беруді қатты дамыған. Рухани жаңғырудың негізі болды. Өзімізді және ата бабамыздың ұлтын жоқпыз және Негізгі пайдамыз деп. Поэмада айтылғандай Томирис деді патша ертері хан өздерінің құранын арпалысқа түсіріп өскен. Техника дамыды және ең бастысы ол біздің аңсаған тәуелсіздік алып, өз елімізде еркін жүріп, жекеменшік және құқықтық еркіндіктерді пайда болды. Her zaman hocam Kazak halktan Nurcay Can Zürek neydi? Özdeşin süresi. Can şey kullan. Қазіргі кезде тәуелсіздік елдерінің жауапкершіліктерін біледі. Қазіргі салт-дәстүр мен бұрынғы салт-дәстүрлер бұрынғы халықтың қонақжайлықтары өте мол болған. Бәйтерек поэмасында бізге таңсық сөздер бар. Сол сөздерді қазір талдап көрейік. Пір деген сөз бұл жерде қандай мағына береді? Өз ойларыңыз бойынша айтып көріңіздер.
оқушылар бүгін бірінші екінші топ белсенді болды. Олардың ұпайлары жоғары бірдей десеңде болады. Үшінші топты неге бірдей салқынысы төмен болды. Келесі жолы сабақты жақсы тыңдап, белсенділікті таңдай. Енді сабақты қорытындылайық рефлексия ретінде. Бүгінгі сабақты несімен таныстырайық? Дүмпе жұмыс. Екінші сұрақ, оқу мақсатына жеттім деп ойлайсыздар ма? Иә. Қай тапсырма сізге көбірек ұнады? Жақсы. Енді үйге тапсырма алайық. Үйге тапсырма бәйтерек поэмасының мазмұны бойынша тексіз бап құрастырасыздар. Абай мысалы бәйтерек сіз жаңа сынауыңызда не үшін жақсы, рахмет. Бұнда ашық сауалды жақсы деп ойлаймын. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Келесі сабаққа дайындалып